Сәлем достар, бүгінгі әңгімеміз мектепке видеостудия ашу жайында болмақ. Жалпы мектептерде видеостудия ашу оншалықты қиын болмағанымен біраз қаражатты талап етеді. Дегенмен біз қаржыны барынша үнемдеп, біраз дүниелерді қолдан жасап құрастырдық. Арнайы кабинет болса жақсы, болмаса арнайы жиыстыратын құрылғы түрінде жасалған мавзол. Қазір сіздердің көріп отырғандарыңыз құрылғылардың барлығы жиналмалы. Қажетті дүниенің бірі жарық құрылғылары. Олар жарықтандыру және видеоның сапалы түрде түсуіне қажет. Қазіргі жағдайда бізде 5 прожектор жұмыс жасап тұр. Оның екеуі артқы экранды жарықтандырса, қалған үшеуі мені жарықтандыруға қызмет атқарып тұр. Келесі қажетті дүние ол жасыл экран. Оны видеоны өңдеушілер хромаки немесе арт жақтағы фонды алып тастау үшін қолданады. Жасыл экран пайдаланатыны біз күнделікті өмірде жасыл түсті сирек пайдаланамыз. Кейде көк түсті де пайдалануға болады. Менің артымда тұрған жасыл экран хромаки жасау үшін арнайы жасалған бұл емес. Базардан сатып алынған қарапайым жасыл түсті бұл. Бұл жарықты жұтатын мақта бұл болса тіпті жақсы. Жасыл экранның орнына қабырғаны арнайы осы хромакиге арналған бояумен бояуға немесе жасыл түсті қағаздарды жапсырып қолдануға болады. Келесі жақсы құрылғылардың бірі қазір менің сіздердің алдарыңызда мүдірмей сөйлеп тұрған құрылғы телесуфлердің мәселесін қалай шештік? Қазіргі алдарыңызда мен оқып тұрған телесуфлер пластикалардан кесіліп алынып, ыстық желімен жабыстырылған. Беткі әйнегі кәдімгі грамоталардың бетінде тұратын жұқа әйнегі. Қалың әйнек келмейді, өйткені жазу қосарланып кетеді. Оның ішінде жарық жұтатын қара қолмен қаптап шықтым. Пластмастан жасалған телесуфлердің ішіне 45 градуспен әйнекті орналастырдым. Жасалуы әркімнің фантазиясы мен жұмыс барысында кездескен проблемаларға байланысты. Мысалы, мынау жасап отырған екінші телесуфлерім. Біріншісінде біраз жетпейтін жақтары болған соң қайта жетілдіріп жасауға тура келді. Телесуфлердің программалары Play Market'те толып тұр. Көшіріп алып, мәтінді қой да сөйлей бер. Қалта телефонын, планшет қолдануға болады. Мәтін жылдамдығын, оның үлкендігін өзіңіз таңдайсыз. Қазір сіздердің алдарыңызда да жақсы сөйлеп тұрған осы телесуфлердің жақсы жасалған белгісі. Жалпы, мектеп жағдайында әртүрлі бағдарламалар, видео сабақтар жасауға мүмкіндік зор. Тек уақыт тапсаңыз болғаны. Видеоны кесіп жөндеп, бір-бірімен үйлестіру де оңай шаруа емес. Дегенмен талпынсаңыз бәрін де жасауға болады. Тағы бір қысқаша айта кететін жағдай, видеоға әр тректерді қойғанда абай болыңыз. Авторлық деп шығармай қою мүмкін. Көбінесе YouTube'да. Сондықтан мен көбінесе YouTube'тың тегін ұсынған тректерді пайдаланамын. Әзірге видеостудия бойынша қысқаша осы, видеоның астындағы жазылу пернесін басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.